Мен номері 1 Алматы Қазақ мемлекеттік гуманитарлық педагогтік колледжінің 41 топ білім алушысы Мұсахан Іңкәр. Мектептегі байқау практикасы. Практика жетекшісі Құсманова Гүлдана Біләлхановна. Бүгін қазақ тілі пәні бойынша 5 сыныпқа қашықтықтан оқытуды бастаймын. Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Балалар, суреттерден не көріп тұрсыңдар? Дұрыс айтасыңдар. Ағаштар. Қандай ағаштар? Ғажайып, ерекше ағаштар. Дұрыс айтасыздар. Сонымен бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз ғажайып ағаштар. Бүгінгі сабаққа қойылатын оқу мақсаттары. Мәтіндегі орфографиялық қателерді сөздіктерге сүйене отырып, түзету және редакциялау. Оқылым стратегияларын қолдану, жалпы мазмұнын түсіну үшін оқу, нақты ақпаратты табу үшін оқу. Сабақ мақсаттары. Барлық оқушылар орындай алатын тапсырмалар. Мәтінді түсініп оқиды, сұрақтарға жауап бере алады. Оқушылардың көпшілігі орындай алатын тапсырмалар. Негізгі және қосымша ақпаратты анықтай алады, синоним сөздерге мысал келтіре алады. Кейбір оқушылар орындай алатын тапсырмалар. Өз ойларын ортаға салады, синоним сөздер мен орфографиялық заңдылықтарды сақтап түсінеді. Бағалау критерийлері. Тақырыпты болжай алады, мәтінді түсініп оқиды, сұрақтарға жауап береді. Тапсырмаларды орындай алады, орфографиялық заңдылықтарды сақтап, редакциялау жұмыстарын жүргізе алады, өз ойларын айта алады. Оқушылар, нан ағашы туралы естігендерің бар ма? Жарайды. Сүтті қалай алады? Дұрыс айтасыңдар, балалар. Бірінші тапсырма. Мәтін мазмұнына мән бере отырып мұқият оқу. Нан мен сүт қалай алынатынын еске түсіріңдер. Дескриптор. Мәтінді оқиды, сұрақтарға жауап береді. Нан ағашы Үндістан мен Малайя аралында өседі. Оның асқабақ тәрізді жемістері болады. Кейбірінің салмағы 25 келіге дейін жетеді. Ағаштың жемісінің крахмалы көп, дәмі бидайдың наны сияқты. Жергілікті тұрғындар осы нан ағашының жемісін бөлшектеп турап, қуырып ас етеді. Сондай-ақ әлгі жемістерді салқын шұңқырға салып, құрамындағы крахмалды ашыту арқылы қамырға ұқсас қоспа алып, одан дәмді тоқаш пісіреді. Сүт ағашы Бразилияда сүт беретін ағаш бар. Ол Амазонка өзенінің жағасында өседі. Жергілікті халық оны сарвейра деп атайды. Қазақшаға аударғанда емшек дегенді білдіреді екен. Сол сарвейра ағашының бір жерін кертіп қалса, одан сүт тәрізді ақшырын саулап қоя береді. Өзі сүттен дәл қышқылдау, сондықтан оны алғаш тағам ретінде пайдалана қоймаған. Кейіннен ботаниктер зерттеп, оның сиыр сүтінен ешбір кем еместігін анықтаған. Халықтың айтуынша, ақшырынға аздап су қосып пісірсе, сүттен дәмі айнымай қалады екен. Ағашты бір сауғанда 2-4 литрге дейін сүт алуға болады екен. Ал енді оқушылар, сіздерге сұрақ. Мәтіндерге қандай ортақ тақырып қоюға болады? Жақсы. Нанды қандай өсімдіктерден алады? Дұрыс айтасыңдар. Адамдар қай жануарлардың сүтін пайдаланады? Жарайсыңдар. Халық арасында нан мен сүтті қалай атайды? Дұрыс. Мәтіндегі ағашты сау деген тіркес дұрыс па? Бұл сөз қандай мағынада қолданылған? Өте жақсы, балалар. Енді оқушылар, өткен тақырыпқа көз жүгірте өтейік. Синоним дегеніміз не? Синоним мағыналары бір-біріне жақын, бір ғана сөз табына қатысты болатын сөздер. Әртүрлі дыбысталып айтылады. Синонимді білу тілді байытады. Синоним сөздер талғампаз болып келеді екен. Тапсырма. Бірінші тапсырмадағы мәтіннен қою қаріппен берілген сөздердің синонимдерін тауып жазып, бірнеше сөйлем құрыңдар. Дескриптор. Синоним сөздерді табады, сөйлемдер құрайды. Үшінші тапсырма. Алматының қақ ортасында ғажайып ағаш өсуде бейне жазбасын тамашалап, ой бөлісіңдер. Дескриптор. Бейне жазбаны көреді, өз ойларын ортаға салады.
Алматының қақ ортасында ғажайып ағаш өсуде. Білетіндер жаңа жылдық кеште осы желектің түбінде тілеу тілесе орындалады дейді. Бұл түсінікке алматылықтардың дені қанатын сынды. Енді олар 31 күні қалыпты шырша маңына емес, сол ағаштың төңірегіне топтаспақ. Мына ерекше ағаштың тылсым күші бар. Емен мен қарағайдың тоғысуынан пайда болған. Ерекше ағаштың түбіне келіп тілек айтса, орындалады дейді мамандар. Жаһан жүзін жасыл жамылғысымен жадыратқан желектер табиғаттың тартуы ғана емес, сондай-ақ ол адамзаттың тілегін орындайтын жаратылыстың бірі болып шықты. Алматы қаласының тұрғыны Құлмұхан Нәбенов бұл ерекше ағаштың жанынан күнде өтеді, десе де оның тылсым күші жайында естімеген екен. Бүгінде ол жаңа жылдық кешке орай киелі өсімдікке өз тілегін айтып үлгерді. Мен осы ағаштың қасынан күнде өтем. Мынандай екі ағаш тоғысқан жерде, қарағай мен еменнің тоғысқан жерінде өз тілегімді мен айттым. Енді осы жерде келген адамдар өз тілектерін айта беруіне болады деп есептеймін. Бүгіндері төрткүл дүниенің әр түкпірінде сырлы дүниелер кезігіп жатады. Мәселен, еліміздің батысында ауа райын анықтайтын жұмбақ құдық болса, билейтін ағаш өсет. Ал шаһарымыздың қақ ортасында орналасқан киелі ағаштың жаңа жылдық кеште тілек орындайтын тылсым күші бар. Бұл ақпарға қала тұрғындарының бірі сенбейтінін айтса, енді бірі түбіне келіп тілектерін қарша боратуда. Мен сенемін, әрине, жаңа жылда келіп мен тілектер айтатын шығармын. Мүмкін бәрі де рас шығар. Енді бір Құдайдың қолында ғой, сенім артсаң, сенуге болады бәріне. Әрине, кішкене балалық шағымызда бәріміз де Аяз атаға сендік, шыршаның астында тұрып тілекті тілеген кездеріміз болды. Ал енді қазір мұндай есейгеннен ба, мұндай ғажайыптарға көп сене бермейміз. Айта кетсек, қазір ғаламторда бұл ақпарат кеңінен таралған. Тіпті мегаполис тұрғындары жаңа жыл күні барлығы бірге осында келіп, тілек айтуды жоспарлап отыр. Ал ғажайып өсімдік Фурманов пен Шевченко көшесінің қиылысында орналасқан. Мына ағашқа жоғарыдан қараса, оның екі тамырдан өскендігі байқалмайды. Десе де оған жақыннан қараған кезде емен мен қарағай екендігі анық білінеді. Бүгінде алматылықтар өздерінің тілектерін айтуға асығыс. Енді Аяз атаға сенбейтіндер дәл осы құпия ағашқа келіп өз тілектерін білдіре алады. Бейнежазбадағы ағаш туралы не ойлайсыз? Алматы телеарнасы. Ал сіз бұл ағаштың ғажайып екеніне сенесіз бе? Жақсы, төртінші тапсырма. Көп нүктенің орнына қосымшаларды орфографиялық заңдылықтарды сақтап жазып, себебін түсіндіріңдер. Дескриптор. Қосымшаларды орынды қолданады, себебін түсіндіреді, көркем қатесіз жазады. Кері байланыс почтальон. Білім алушылар сабақтан қандай жақсы жетістікке жеткенін хат арқылы немесе телеграм арқылы жібереді. Үй тапсырмасы. Еліміздің аумағында әулие ағаштар бар ма? Осындай табиғат ескерткіштері туралы хабарлама жасаңдар. Сөз саны 30-дан асу керек. Ал балалар, сау болыңыздар. Бүгінге сабақ аяқталды.